Қазақстанда қанша үй су тасқынынан қирап бүлінген, оның қаншасын қалпына келтіреді, қаншасының орнына жаңа үй сатып алып береді? Үкіметтің есебін қарайық. Үкімет берген мәліметке сәйкес, елде 80 жылдан бергі ең алапат тасқыннан 12.155 тұрғын үй мен 18.321 саяжай құрылысына зақым келген. Оның, дейді үкіметтегілер, 5.353-і зардап шеккендердің жалғыз баспанасы екен. Осы 5.353 үй өтемақыға жатады деп беріпті. Қалғаны жатпай ма? Түсініксіз. Сосын билік бүгінгі таңда 15.093 тұрғын үй мен саяжай құрылыстарына сараптама жасалды дейді. Бұл бүлінген нысандардың 84% екен. Қалған 16%-ын премьер-министр Бектенов осы аптаның аяғына дейін бағалауды аяқтауды тапсырыпты. Осы 15.000-нан аса тұрғын үй мен саяжай құрылыстарының 9.000-нан астамы қалпына келтіріледі екен, ал 4.315-і апатты деп танылған. Ал өңірлерде 1847 үй мен пәтердің құрылысы басталған. Тағы 3.417-сін қайталама нарықтан сатып алып беру жоспарланған. Үкімет берген мәліметке сенсек, 28 мамырдағы жағдай бойынша 30.000-нан аса отбасы 100 АЕК көлемінде көмек алған. Бұл 369.200 теңге. Маңызды ақпараттар әшкере Телеграм арнасында жазылып отырыңыз.